Сізге сәлем, мен Оңғарбай Ақмаржан Уәлихан қызы. Мен нөмір 66 жалпы орта білім беретін мектептің 9 сынып оқушымын. Мен бүгін сіздерге Шырайлы Шың қаламыздың көне қалаларының бірі Шахристан қалашығымен таныстыратын боламын. Көне Шымкент қаласы әуелден археологтар, тарихшылар, журналистер мен жазушылардың ғана емес, саяхатшылардың да назарына іліккен. Бұл қаланың Николай Байдушкиннің зерттеуінде 20 ғасырдың 50 жылдары табылған. Қаланың Шахристан және Цитадель бөліктері зерттеу нәтижесінде табылған. Ал Рабат бөлігі түгелімен жойылып кеткен. Шахристанның оңтүстік-батыс бөлігінде 16-17 ғасырдағы үйлер мен көшелері бар тұрғын-жайлар туристер назарына ұсынылады. Үй ішін, тіпті еденді де жылытуға қауқарлы пештің қабырғаларында пісетін тандырдан да бүгінгі күнге дейін сақталып келеді. Ежелгі қала орнында хауызды тапқанымен оны қалпына келтіре алмаған. Хауызға су Қошқарата өзенінен арық салу арқылы жиналған екен. Көптеген қыш құмыралар 6-шы, 8-ші және 10-шы ғасырда пайдаланылған. Көне базардың көшірмесі мен дастархан басында ұршық үйіріп отырған әженің көшірмелері тіпті таңғалдырады. Музейден шыққан бетте күмбез байырғы қалпына ұқсас етіп заманауи үлгіде жасалған. Күмбез орналасқан беткейде қала көрінісі өте әдемі көрінеді. Оңтүстік Цитаделінде 16 ғасырда өз басшысының кеңсесі, ескі сағат, үнтаспа, майшам, қаламы және сия сауыт секілді заттары бар. 14-15 ғасырға жататын нумизматикалық монеталар, 16 ғасырда су құбыры қалдықтары, торсық, құман секілді заттар экспонат қатарын толықтырады, және де сол жылдары қолданылған қару-жарақтар бар. Ұстахана және ұста баспанасында ұстаға керек барлық құрал-жабдықтар қойылған. Ұста баспанасы қарапайым қазақи нақыштағы жиһаздар мен ыдыстарға толы. Сонымен қатар жатын бөлмесі бар. Ұста баспанасы 3 бөлмеден, ал ұстахана 1 бөлмеден тұрады. Бұндағы экспонаттар мен жәдігерлер сонау заманнан бері сақталып тұр. Жерасты музейінің астыңғы қабатында жерасты қоймасында отырған әйел макеті мен қош құмыралар және неше түрлі нақыштағы тәрелкелер бар. Ал үстіңгі қабатына көтерілетін болсақ, 19 ғасырда пайдаланылған трофейдің макеті бар. Бұл шаһардың 2200 жылдан астам тарихы бар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.